Елімізде ағза трансплантациясына зәру науқастардың саны рекордтық көрсеткішке жетті. Биылғы 7 айдың өзінде 500-ге жуық адам мүше ауыстыруға кезекке тұрған. Күту парағына тіркелетін адамдардың санын көріп, мамандар тіпті дабыл қағып отыр. Ең өкініштісі, жыл сайын 150-ге жуық пациент кезегін күтпестен ақтық дем үзілген. Аталған саладағы жағдайдың адымын мәйіттік донор тұсап отырған көрінеді. Неге? Трансплантологтармен әріптесім Гүлназ Сайлауқызы тілдесті, көрген білгенін, одан түйгенін айтып бермек. Тағдырға неге сұрақтарасың, жылап қаласың білемін. Тұрады өмір жаңылыстардан, жалыныштардан, сезім ғой бізді. Өмірдің жаңылыстары мен жалыныштардан тұратын ертөкқан бала бұл. Қызылордалық 22 жасар Оразбек 3 жыл бұрын бүйрек ауруына шалдығып, ем таппай ақыры диализге байланды. Ән айтады, өзінің авторлық шығармалары да бар. Өмірге талпынысы мықты. Ақшам болса шетелге барып ауыстырып келер едім дейді бүйректі. Қол байлау қаражат, ол да күту парағында тұр. Оған қатты үміттенбеймін мен өзімше. Күту парағы біреу трупный донор шығып қалады, маған бүйрек салып аламын. Қатты үміткенуге де болмайды. Шырағым келеді, бірақ ол бермей қойса деп настроение түсіп кетеді. Жыл сайын донорға үмітті адамдар саны 350-ге жуықтайтын. Биыл бұл сан рекордтық көрсеткішке жетіп 500 адам болыпты. Мамандар елімізде мәйіттік донорлық кенже қалып отыр деп дабыл қағуда. Яғни адамның миы өлді деп тіркелген соң, оның органдарын өзге науқас адамдарға беру деген сөз. Қайтыс болғаннан кейін бір адам 7 адамның өмірін құтқарып қала алады екен. Қазіргі күнде Қазақстанда жүрек, өкпе, бауыр, бүйрек трансплантациясы жасалынады. Ең көп жасалынатыны ол бүйрек трансплантациясы. Бүйрек трансплантациясы және бауыр трансплантациясы тірі донордан және мәйіттік донордан жасалынады. Сондықтан олардың саны көбіректеу. Ал мәйіттік донордан тек қана жүрек, өкпе трансплантациясы тек қана мәйіттік донордан жасалынады, сондықтан олардың саны аздау. 10 тамыздағы дерек бойынша елімізде Оразбек сияқты диализге тәуелді 3532 ересек 92 бала бар екен. Олардың барлығы күту парағына тіркелген. Ал бауыр ауыстыруды қажет ететін 179 адам бар, оның 10-ы бала. Жалпы Қазақстанда 3971 азамат күту парағында тұр. Жыл сайын 150-ге жуығы мүше ауыстыруды күтпей өмірден озып кетеді, ал олардың орнына тағы науқастар қосылады. 2016, 17 және 18 жылдары мәйітті мүше алып салу операциялары көптеп жүргізілген. Өйткені ол кезде келісім презумпциясы рұқсат етілген заң болатын. Кейін қоғамдық дүмпу тудырған бап алынып тасталды. Енді адам көзі тірісінде егов порталы арқылы қайтыс болған соң мүшелерін біреудің өмірін сақтап қалу үшін алуға рұқсат етпеу туралы өзі тіркей алады. Мұндай қызмет 2020 жылы пайда болса да, әзірге келісім бергендер саны 4000 адам ғана. Ал бас тартқандар 33 мыңнан асып жығылады. Бір қызығы, қайтыс болған адам бұған дейін келісім берсе де, заң бойынша туыстарынан тағы сұралады. Мәселе осы кезде туындайды. Заңнама қайта қарастырылған кезде, сол келісім презумпциясын қалдырамыз деген кезде, осындай мысалға осы блогерлардың кесірінен бір 3-4 блогерлар болды. Осындай ол заңнаманы қабылданса, қазір көшеден біреуінің басынан ұрып орган алып қояды, сөйтіп подвалда біреуге орган салып береді деген сондай халыққа кері көзқарас туындатты. Елімізде трансплантация бойынша операцияның 90% туыстық донор арқылы жасалған. Статистикаға шаққанда тіпті нөлге тең дейді мамандар. Дамыған елдерде керісінше мәйіттік донорлық белең алған. Сондықтан донор іздеп бас қатырмайды олар. Ал бізде білікті кадр жеткілікті, орталықтар бар, мемлекет жағдай жасап отыр, бірақ мәйіттен орган алу қиын. Көбі бүйрек ауыстыру үшін шетел асады. Мысалға, Белоруссияға барып, басқа бүйрек салдырып келу құны 35 миллион теңге. Қазақстанда тек туыстан мүше алу рұқсат етілген, яғни елімізде өзге адам бүйрегін сата алмайды. Заң бойынша рұқсат жоқ. 10 жылға сотталуы мүмкін. Дегенмен мұндай ұсыныспен келетіндерде аз емес дейді дәрігерлер. Сол баяғы ақшаның жоқтығы итермелейтін болса керек. Ал кейде туыстың бүйрегі де жарамай жатады. Қан тобы сәйкес келмейді. Бірақ біздің дәрігерлер биыл қан тобы әртүрлі болса да 4 адамға туысқаннан бүйрек ауыстырып салған. Тмд елдерінде жоқ тәжірибе. Бірінші приоритетте бізде донор. Өйткені туысқандық донор болған екен, ол донор сау адам. Сау адам 60% бауырын аламыз. Ол операциядан кейін сәтті өту, операциядан кейін аяғына тұрып шығып кеткенше дейін
бізде тыныштық жоқ былай айтқанда. Қалайсыз? Жақсы. Іш қалай? Көңіл күй қалай? Көңіл күй жақсы. Міне біздің науқасымыз осыдан 2 апта бұрын туысқандық донордан трансплантация жасадық. Ұлы берді. Ұлының енді жалпы жағдай тұрақты. Операциядан кейін біз енді 5 күн реанимацияда ұстадық. Сосын 5-ші күні бөлімшеге ауыстырып, қазір осы үйіне шығаруға дайындап жатырмыз. Осы айда 2 адамның жолы болып мәйіттік донордан бауыр салыныпты. Бірақ оның өзінде туысы жоқ адамнан. Рұқсат қажет етілмегендіктен бауыр алынып, өмір сүруіне 3-4 ай ғана қалған адамды құтқарып қалған. Шыны керек, бұған дейін мен елдегі трансплантация мәселесіне бейжай қараған екем. Күту парағындағы 4 мыңға жуық адам да мұндай жағдайға тап боламын деп ойламаған шығар. Сондықтан мен де бүгін ЕГОВ арқылы мүшесін алуға рұқсат берген адамның қатарына қосылдым. Өйткені біреудің өмірі менің немесе сіздің қолыңызда болуы мүмкін. Гүлназ Сайлауқызы, Әліби Ерел, Атамекен Бизнес. Осы бір өзекті мәселені талқылаған, ондағы мамандардың пікірін біліп келген әріптесім Гүлназ Сайлауқызын дәл қазір студияға шақырғым келіп отыр. Гүлназ, армысыз, студияға қош келдіңіз. Енді бұл мәселе өте өзекті, айтып жатырмыз, көптен бері талқыланбай жатса да, тасада қалмау керек деп ойлаймын өз басым. Және жаңа кадрда көріп қалдым, сіз ЕГОВ сайтына кіріп, өзіңіздің рұқсатыңызды бердіңіз. Енді бұл жерде сұрақ, жұмысқа бола, кадрға бола сөйттіңіз бе, әлде расында рұқсат беріп отырсыз ба? Енді рас, бүгін рұқсатымды бердім. Шыны керек, бұған дейін бұл туралы ойламағам. Сюжет жасау барысында кез келген адамның біреудің өмірін құтқарып қалуға мүмкіндігіміз бар екеніне көзім жетті. Сондықтан ЕГОВ порталы арқылы бүгін келісімді бердім.